Салем достар, сіздермен бірге мен Динара Нұрбабаева және де жастар бағдарламасы. Ал біз бастаймыз. Салем. Салем. Есімің? Есім Ақниет. Ақниет. Жасың қаншада? Жасым 13-те. Сәлем, бізді көптен күткен не болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендеріміз сіздермен мен Қазбек Досбек. Біз бастаймыз. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Еңлік. Еңлік, жасың қаншада? 11-де. Есімің? Есімов Әбілхайыр. Әбілхайыр. Жасың қаншада? 14-те. Есімің? Бейбіт. Бейбіт. Жасың қаншада? 13-темін. Сәлем. Сәлеметсіз. Есімің? Есімім Динара. Тезкам, я? Жасың қаншада? Жасым 14-те. Бүгін Нұрайдың туылған күні екен. Нұрай, сені туылған күнімен құттықтаймын. Рахмет. Жасың нешеге толды? 10-ға. Есіміңіз? Асқар. Асқар. Е? Иә. Жасыңыз нешеде? 7-де. Есімің кім? Айбол. Айбол, жасың қаншада? 8-де. Балнұр. Сәлем. Жақсы. Есімің? Ғабидулла. Жасың? 10-да. 10-да. Тамаша. Сен актер болуды армандайсың, я? Ал, олай болса, актер дегеніміз кім? Кино түсіретін адам. Түсіретін. Өзі түсіре ме? Әлде түсе ме? Түсемін. Түсіреді, я? Жалпы олар киноға түсетін. Актерлерді киноларға түседі, өзін ұстай білу. Танымал адам, және де өнерлі адам. Олар киноға түсетіндер. Кино түсіретін адамдар. Түсіретін. Иә. Өзі түседі да, өзі ойнайды, жақсы ойнайды. Атақты адам. Актер дегеніміз жұлдыз, менің ойымша. Ол керемет адам. Қандай өнерің бар? Мен ана туралы өлең айта аламын. Айтып берші. Анашым, ана жаным, аяулы алақаным, есейіп кетсем тағы, мен сенің балапаның, мейірбан бала жаным, бақытты емес пе едің, өмірді сыйлағаның, көңілі күндей, өмірі гүлдей, жадыра гүлдей жанын ашып, осанды сізге арнаймыз бізде. Келіні жүзге жанын ашып. Кешірім дегенді қалай түсінесің? Кешірім деген Иә. бір-біріне мейірімділік танытып, оған жұмсақ жүзбен қарап, кешірімді болу. Кешірім? Кешірім. Адамына кешірім сұрау. Кешірім ол адамның істеген қателігін кешіре білу. Біреу бір істеп қойды, жаман істеп қойды, соны кешіру деген сол. Кешірім ол кішіпейілділік там. Жүрегіне қатталып қалмау, соны кешіру деп ойлаймын өзім. Бір адамға жамандық істеп қойсын, соны кешіресің. Соны сен бір адамға жаманшылық істеп қоясың да, еще соны кешіресің ба? Жоқ. Кешірім сұрайсың. Кешірім деген ол бір қате кетсе, соны өзінің қатесін мойындап айту. Сен үшін достық деген не? Сен достықты қалай түсінесің? Достық өйткені ол айырылмас достар. Бір нәрсе болғанда жанынан табылады. Досым дос болады, досым кешірші. Ренжіп қалсаң кешірші деп айтады. Достық деген достық. Достық деген достық. Екі адамның бір-бірімен деген жақын қарым-қатынасы, сосын бір-бірін сыйлайтын, бір-бірін құрметтейтін адамдар. Ол жақын жанында жүретін, көмектесетін, қиын жағдайда. Досымен ойнайтын, жақын досымен. Өзің жағыңнан табылатын, сенің қуанышты да қайғыны да бірге өткізетін адам. Бір нәрсе болса да бір-бірімен айырылыспайды, және де ешкіммен бір-бірімен ұрысып қалмайды. Достық ол адал достық және де арам достық болып екіге бөлінеді. Адал достық ол аз сирек кездеседі, ал арам достық өте көп. Жанынан табылады қиын жағдайларда, нағыз достық жанынан табылады. Өтірік достық ол қиын жағдайда болсаң, менің уақытым жоқ дей салады. Бірінші маусым қандай күн? Бірінші маусым балалар қорғау күні. Қалай ойлайсың, оны не үшін ойлап таптың? Елімізде қаншама балалар бар, өздерін ата-анасы тастап кеткен,
оларға қол ұшын көмектесу және оларды қуанту мақсатында құрылған деп ойлаймын. Қалай ойлайсың, оны не үшін ойлап тапты? Балдар ұрлайды, сонда ғой, типа ұрады. Балалар қуану үшін. Балдарды милициялардан, ұрлықшылардан қорғау үшін. Деген ата-аналар балдарын тастап кетеді. Көптеген балдар жетімдер үйінде қалып кетеді. Сондықтан ата-аналар балдарын қорғап жүрсін деген мақсатпен істелген. Балалар күні біз қыдырамыз. Сол кезде балалар күнде цирк болды. Не болды? Цирк. Циркке барған. Сақымазақтар деп. Егер де саған бір супер қабілет ұсынса? Невидимка боласың, иә? Біреудің ойын алды. Уақытты кері жылжыту. Неуязвимость. Неуязвимость? Актерлықты. Актерлік шеберлікті. Тамаша. Ой оқу. Неге? Өйткені әр адамдардың ойын оқып, ол жаман адам ба, жақсы адам ба көргім келеді. Егер де ата-анам сенің айтқаның бәрін істейміз деп айтса саған, не сұрайсың бірінші? Нәрсе? Арманым үлкен сахнаға шығу. Соны істетіп алатын мен. Машина сайтындарын ба? Тамақ дейтін. Тамақ? Қыдырға. Қайда? Парктерге. Не қалайсың? Машина алам. Машина? Айтатын өзіне. Кәдімгі да машина. Иә. Қандай? BMW. Арманыма жететін заттарды алдырттым. Қандай заттар? Мысалға, мен домбыра тартамын, домбыра алдырттым. Енді флейта алдыртқым келеді. 30 жасқа келгенде не істейсің? Жұмыс істеймін. Жұмыс істейсің, иә? Қандай? Мысалы? Банкта. Банк жұмысы. 30 жасқа келіп, мен шаштары жұмыс істегім келеді. 30 жасқа келген кезде кәдімде өзім жұмыс істеп. Мен балам болды. Жоқ, жұлдыз балам мен. 30 жасқа картесем де жұлдыз болып жүре беремін. Өзім жетпей қалған армандарымды ары қарай орындаймын. iPhone 11 Pro Max аламын. Астанаға барамын, Алматыға барамын. Өзімді қаншама көптеген киноларда түскенімді, өзім болашағым жарқын, көптеген киноларға түсіп, өзім жекенен режиссер болып, солай істедім. Шымкент қаласының әкімі болып кетсең. Жақсы. Жақсы болады, иә? Иә. Не істейсің сол кезде? Көп ақша табасың. Иә. Байып кетесің. Байып кетесің. Мен осы коронавирусты жөптіп едім. Мен кәттің басқарып отырам. Шымкентке күшті нәрселер сылдырам. Балалардың қабілетін арттыратын үйірмелер көп аштырдым. Шымкент қаласының әкімі болсам, яғни ескі райондар бар, ол көшелер. Соларды чуть-чуть күштірек қалатын. Өзіміздің қаламызды көркейту, басқа қаладан келген адамдар біздің қаламызды тамашалап кетсе, көріп. Туризм. Танымал актер болу үшін не істеу керек? Оған білім керек, ақыл ой керек, камераларға үйрену керек. Жақсы сабақты оқу керек, меңгеру керек. Менді істетіп жақсы қыз болу керек. Кино түсіру керек, адамдардың айтқан тыңдау керек, жақсы актер болу керек. Осындай кастингтен өту керексің. Халықтың көңілінен шығу керек. Және де шынайы ойнау керек. Ол үшін көп еңбекте керек. Және де кешірімді бола білу керек. Неге? Мысалға бір бағдарламаға түсіп жатқан кезде бір адаммен ерексіз сен қобалжып, біреудің жөнін сондай алмай қаласың. Ол үшін сенде талант болу керек. Тырысу керек, талпыну керек. Ерінбеу керек. Мама, сізге рахмет осындай бағдарламаға жібергеніңізге. Мен сізді қатты жақсы көремін. Мама, папа, мен сіздерді жақсы көрем. Мені осы жаққа алып келгендеріңізге рахмет. Сәлем, мам. Және бауырларым, мен мамамды жақсы көрем.
Сізге рахмет, осы дүниеге әкеліп, жетілдіріп өсіргеніңізге рахмет. Мен сізді жақсы көремін. Мама, папа, барлығымызға сізге сәлем. Рахмет. Сәлем, папа, мама. Мен сіздерге сәлем берем. Өткені сіздер маған қарадыңыздар, өсірдіңіздер мені. Рахмет саған. Мама, папа, мен сіздерді жақсы көремін. Рахмет. Әкешім, сізді жақсы көремін, сізге рахмет. Анашым, әке, мен сіздерді жақсы көремін. Әкешім, анашым, сіздерді жақсы көремін. Өйткені сіздер оқуға оқыттыңыздар, білім үйреттіңіздер, тәрбие бердіңіздер. Сол үшін сіздерді қатты жақсы көремін. Отбасымды. Отбасым аман болсын. Мам, пап, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Ой, молодец, тамаша. Бізге уақытыңды бөліп, сұхбат бергенің үшін үлкен рахмет. Сенімен танысқаныма қуаныштымын, Еңлік. Сізге де көп рахмет. Еңлік, біздің бағдарлама саған ұнады ма? Өте қатты. Не себеп ұнады? Бұл жақта прям бәрі оригинальны. Тамаша, рахмет. Құрметті көрермендер, егер де сіздің де балаңыз дәл осылай сұхбат берген қаласаңыз, біздің Жұлдыздар Академиясы сіздің балаңыздың жұлдызын бірге жағамыз. Әзірге рахмет. Сау болыңыздар.